Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгінгі видеомда палаудың сестренкасы деп аталатын жылдам пісірілетін шәуле тамағымен таныстырамын. Керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Барлығын осылайша дайындап аламыз. Етімізді орташа көлемде бөлшектеп аламыз. Табамызға майымызды құямыз. Жақсылап қызғаннан соң етімізді саламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымызды, содан соң сәбізімізді саламыз. Араластырып, үстіне татымына қарай тұзымызды саламыз. Пиязымыз бен сәбізіміз жақсы қуырылғаннан кейін, яғни сәбізіміз жұмсарғаннан кейін үстіне суға тазартылған күрішімізді саламыз. Содан соң үстіне 550 мл суық суымызды құямыз. Сәтті пайдаланып, жуылған 50 грамм өрігімізді саламыз. Ең алдымен суымызды қаттап бір қайнатып аламыз. Содан соң отты бәсеңдетіп, 30 минут пісіріп аламыз. Сол кезде тамағымыз дайын болады. Мінекей достар, палаудың сестренкасы деп аталатын шәуле тамағымыз да дайын болды. Табамызға салып, үстін аскөкпен әдемілеп әрлеуімізге болады. Сізде жасап көріңіз, өте оңай және тез жасалады. Баршамызға ас болсын!